Сәлеметсіңдер ме балалар? Қазір бізде математика сабағы. Бүгін біз балалар 77-ші сабақта берілген тапсырмалардың шығарылу жолын түсінетін боламыз. Қозғалысқа берілген есептер бүгінгі біздің тақырыбымыз. Енді балалар кітабымыздың 133-ші бетіндегі 3-ші тапсырмаға қараймыз. Бұл жерде былай дейді: есепті шығарудың екі тәсілі бар. Бірінші тәсілді түсініп, екінші тәсілді толықтыр дейді. Тиімді тәсілді анықта. Енді балалар, қазір бұл жерде екі тәсілмен шығу керек. Мен сендерге түсіндіремін тек бірінші тәсілді. Екінші тәсілді өзіміз түсінуге тырысамыз. Егер түсініксіз болса, екінші тәсілді одан кейін түсіндіріп видео салатын боламын. Былай дейді 133-ші бетте: екі ауылдың арасы 40 километр. Міне, мына ауыл мен мына ауылдың арасы 40 километр. Осы ауылдардан екі жаяу жүргінші бір уақытта бірінен бірі, екі жаққа деген сөз, бірінен бірі қарама қарсы бағытқа шықты. Бірінші жаяу жүргінші 4 километр сағат. Балалар, мына жерде мен шатастырып жіберіппін. 4 километр сағат, ал екінші жаяу жүргінші 5 километр сағат жылдамдықпен жүрді. 2 сағаттан кейін екеуінің арасы қанша километр болды? Жолаушылар балалар бізде міне мына жерде. Бірінші жолаушы мұнда, екінші жолаушы міне мына жерде. Олай болатын болса, балалар, біз осы жолаушылардың жәнегі келген жердегі ауылдарының арақашықтығын табуымыз керек. Ол үшін не істейміз? Шешуі. Біз балалар екі жолаушының жәнегі қанша жол жүргенін тауып аламыз. Ол үшін мен бірінші жолаушының жүрген жәнегі жылдамдығын уақытқа көбейтем. Өйткені мына жолаушы 2 сағат, мына жолаушы 2 сағат жүрді. Бірінші жолаушының уақытын табу үшін 4-ті қанша жол жүргенін табу үшін міне уақытты жылдамдыққа көбейтемін. Тең 8 километр. Олай болса, бірінші жолаушы 8 километр жүрді. Ал екінші жолаушы қанша жүргенін білу үшін оның жылдамдығын 2 сағатқа көбейтемін. 10 километр. Бірінші жолаушы 8 километр, ал екінші жолаушы 10 километр жүрді. Енді осы екеуі барлығы қанша километр жүрді? Міне мына жерден мынаған дейін 10 километр, мынадан мынаған дейін 8 километр. Екеуін бір-біріне қосамыз. 10-ға 8-ді қоссақ, балалар, 18 километр. Екеуі 18 километр жүрді. Енді бізге мына екі ауылдың ара қашықтығы, бұны олар жүрген жоқ. Олар тек мына жерден бастады. Және мына бірінші жолаушы мына жерден бастады. Енді мына жерде қанша жол бар бізге ол белгілі? 40 километр. Ал екі жолаушының жүрген жолы 18. Енді осы мына барлық жолды табу үшін жәнегі мына 40 километрге балалар жүрген 18 километрді қосамыз. 40 қосу 18. Тең 58 километр. Олай болса, балалар, мына екі ауылдың арасы 58 километр екен. Жауабына жазамыз: екі ауылдың арасы 58 километр деп. Балалар, мен сендерге кітаптарыңның 134-ші бетіндегі 4-ші тапсырманың әсінің шығарылу жолын көрсетемін. Бізде 4-тің асы, ол түсінікті, жәнегі менің көрсеткен тапсырма осы жерге шығарған, сол тапсырмаға сәйкес шығарасыңдар. Тура сол сияқты ол жерде де екі ауылдың арақашықтығы белгісіз. Ал енді мына 4-тің әсіне қарайтын болсақ, балалар, 4-ші тапсырманың мынау әсі. Бұл жерде бізге нені табу керек? Өзгешелігі бізде мына екі ауылдың арақашықтығы қанша екен табуымыз керек. Ол үшін, балалар, тура жәнегі сияқты мына бірінші жүргінші қанша жол жүрді? Екінші жүргінші қанша жол жүрді? Соны тауып аласыңдар. Так, бізде бірінші жолаушының жүрген уақыты, мына жерде, балалар, сәл қазір мен өзгертіп жіберейін, мында 10 километр екен, ал мына жерде 12 километр екен. 12 километр, мына жерде, балалар, 84 километр екі ауылдың арасы. Енді қараймыз. Бізге бірінші жолаушының жүрген жолы, яғни шаңғышының жүрген жолын табу керек. Бірінші шаңғышы 10 километр сағатына жүрді. Олай болатын болса, 10-ды 2-ге көбейтеміз. Тең 20 километр. Бұл мына бірінші жолаушының мына жерден мынаған дейін жүргені 20 километрге тең. Енді екінші жолаушының қанша жол жүргенін, яғни шаңғышының қанша жол жүргенін табу үшін
12-ні 2-ге көбейтеміз. Тең 24 километр болады. Балалар, осы жерде біз мына екі шаңғышының қанша жол жүргенін таптық. Бірінші шаңғышы 20 километр, ал екінші шаңғышы 24 километр жүрді. Екеуі барлығы балалар 44 километр жол жүрді. Енді біздегі барлық жол балалар ол 84 километр. Соның ішінде бізге мына бір ара қашықтықты табу керек. Қанша екенін табуымыз керек. Мына ара қашықтық қанша екенін. Ол үшін балалар мына барлық жолдан, яғни 84-тен азайтамыз. Мына екі шаңғышының жүріп өткен жолдарын бір-біріне қосып міне шығарып қойдық 44 деп. Осыны азайтамыз. 84-тен 44-ті азайтамыз. 4. Мына жерде бұлай болады. Тең 40. Олай болатын болса балалар, жәнегі мына аралықтағы жол, жәнегі екі ауылдың арасы бұл 40 километрге тең болады екен. Балалар, жауабын осы жерге жазасыңдар. 40 километр болады.